Саламатсыздар ма? 8-ші сынып оқушылары алгебра пәнінен 3-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасын түсіндіретін боламын. Оқушылар, бұл жалпы нұсқасы, егер қажет болса каналымда бірінші және екінші нұсқасы бар, және алгебра пәнінен бөлек геометрия және физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Қажетті сабақтарды, қажетті нұсқаларды каналға өтіп қарасаңдар болады. Жалпы оқушылар 7 тапсырма беріледі. Барлық тапсырма толық орындалған жағдайда 20 ұпай қойылады. Енді бірінші тапсырмада былай делінген: бассейнге қатысушылардың үлестірімдік жиілігі берілген, жинақталған жиілікті табыңыз. Мұнда мінеки апта күндері дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі және астында қатысушылардың, яғни адам саны берілген. Енді жинақталған жиілікті табу үшін мұндағы барлық адамдар санын қосымшамыз. 105-ке 115 қосамыз, 220 болады. 125-ке 135 қосамыз, 260. 220-ға 260 қосамыз, 480. Мұндағы 110-ды қоссақ 590. Мұндағы 215 қосамыз, 805. 175 қосатын болсақ 980 болады. Демек, мұндағы е дұрыс жауап болады екен. Екінші тапсырмада мынадай функция берілген: осы заңдылығымен дене қозғалады. Дене координаталары 2 және 5 нүктесі арқылы өте ме? Жауабыңызды негіздеңіз. Ол үшін оқушылар, біз x-тің орнына 2-ні қойған кезде y 5-ке тең бола ма, соны тексеретін боламыз. Y тең минус 2-ден 1. X-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты қосылған 3 көбейтілген 2 қосылған 5. Тең болады минус 2-ден 1. 2-нің квадраты 4. Қосамыз 6 қосылған 5. Тең болады. Мұндағы 2 мен 4 екеуі қысқарады. Сонда минус 2 плюс 11 болады. Тең болады 9-ға. Оқушылар өздерін көріп тұрғандай, 9 бізде 5-ке тең емес. Демек, дене координатасы мынау нүкте арқылы өтпейді екен. Жауабына жоқ дейміз. Келесі оқушылар, 3-ші тапсырмада y тең x квадрат қосылған x минус 6 функциясының астында графигі OY өсін қияма. Жауабыңызды негіздеңіз. Б-сында графигінің OX өсінің қиылысу нүктелерін табыңыз. С тапсырмасында симметрия өсінің теңдеуін жазыңыз. Алдыда графигін тұрғызыңыз. Оқушылар, А тапсырмасы бойынша x-ті 0-ге теңеп аламыз. X-тің орнына 0 қойған кезде y қаншаға тең болады, соны табатын боламыз. Сонда y тең 0-дің квадраты қосылған 0 минус 6. Сонда 0-дің квадраты 0, қосамыз 0 болады, минус 6. Сонда y минус 6-ға тең болады екен. Жауабына я дейміз. X 0-ге тең болған кезде y минус 6-ға тең болады деп аламыз. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша OX өсінің қиылысу нүктесін табамыз. Сол үшін y-тің орнына 0-ді қойып есептейміз. Сонда 0-ді қойған кезде x квадрат қосылған x минус 6 тең болады 0 деп аламыз. Енді дискриминант арқылы түбірін тапсақ болады. Яғни x1 мен x2-ні табамыз. b квадрат минус 4ac. Мұндағы a 1-ге тең, b 1-ге тең, c минус 6-ға тең. Сонда 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 6. 1-дің квадраты 1 болады, минус 4, 1 минус 6 көбейтіліп 24 болады. 1-ге қосамыз 25 болады. Енді осыдан x1 мен x2-ні табамыз. Минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. b бізде плюс 1-ге тең, формуладағы мен минус 1 болады. Плюс минус түбір астында 25 бөлінген 2 көбейтілген 1. Сонда минус 1 плюс минус 5 болады. Мұнда 2 болады. Енді осыдан келіп x1 бізде минус 1 минус 5
минус 6 болады. 2 бөлсек минус 3 болады. Ал x2 минус 1 плюс 5 4 болады. 2 бөлетін болсақ 2 болады. Енді осыдан келіп жауабы минус 3-те 0 және 2-де 0 болады. С тапсырмасы бойынша симметрия өсін табамыз, яғни x табамыз, x тең болады m-ге. M-нің формуласы бар бізде, яғни ол минус b бөлінген 2a. b бізде 1-ге тең, формулада минус бар, минус 1, 2 көбейтілген a бізде 1-ге тең, сонда минус 2-ден 1 болады. Енді оқушылар д тапсырмасы бойынша осы берген функцияның графигін табу керек. Біз мұнда мінекей төбесін тауып алайық. X-ті таптық, енді Y-ті табайық. Y-ті табу үшін мұндағы берген функциядағы X-дің орнына мына мәнді қойып есептейміз. Минус 2-ден 1-дің квадраты, мұнда плюс, мұнда минус, минус болады. Минус 2-ден 1, минус 6. Тең болады, мұндағы квадраты 4-тен 1 болады. Минус 2-ден 1, минус 6. Сонда минус 6, минус 2-ден 1, минус 6,5 болады. 4-тен 1-ді азайтсақ, сонда минус 6,4-тен 1 болады. Енді оқушылар осының барлығын пайдаланып, мұндағы мінеки берген функцияның графигін тұрғызамыз. Оқушылар берген функцияның графигін сызу үшін ең алдымен төбесін орналастырып аламыз. Минус 2-ден 1 еді, x, ал y минус 6,4-тен 1 еді. Мінеки мұнда орналасқан OX осымен қиылысу нүктесі минус 3-тен 0 және 2-ден 0 еді. Берілген нүктелер бір-бірімен қосқан кезде тармағы жоғары бағытталған осындай парабола шыға келеді. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада былай делінген екен: кестеде ойын-сауық кешенінде балмұздақтың әр айда сатылу мөлшері тоннамен берілген. Міне мұнда 1-ден бастап 12 ай орналасқан, ал астында сату мөлшері, яғни тоннамен берілген екен. Деректерді жиектердің интервалдық кестесі түрінде интервалды 0,160 қадаммен құрыңыз. Оқушылар мінеки осылай орналастыраламыз. Сату көлемі 0,13-0,9-ға дейін, яғни интервалы 0,160 болу керек. Осылай орналастыраламыз да, енді жиілігін орналастырамыз. 0,13 пен 0,9 қанша рет кездессе соны есептейміз. 0,13, 0,162, 0,178, 3 болды. Мұндағы мінекен 4, мұндағы 5. Енді 0,9 бен 1,15-дің аралығы. 0,191 аламыз, 1,2 аламыз, 2 болды. Мұндағы мен 3 болды, мұндағы мен 4 болды. Енді 1,15 бен 2,11-дің аралығында орналасқан сандарды аламыз. Мінеки мұнда 1,18, яғни 1 болады екен. 2,11 мен 2,17, мінеки 2,13 және 2,17, яғни 2 болады екен. Келесі 5-ші тапсырмада былай делінген екен: катер ағыс бойымен 18 км, ағысқа қарсы 20 км жүзді, барлық жолға 2 сағат жұмсады. Егер катердің меншікті жылдамдығы 20 км сағат болса, онда ағыс жылдамдығы неге тең? Оқушылар мінеки есептің берілгені бойынша ағыс бойымен 18 км, ағысқа қарсы 20 км жүрген және барлық жолға кеткен уақыты 2 сағат, меншікті жылдамдығы белгілі, яғни катердің меншікті жылдамдығы 20 км сағат, бізге табу керек ағыстың жылдамдығын. Енді оқушылар мұндағы уақытты пайдаланамыз, яғни уақыттың табу формуласы жолды жылдамдыққа бөлу. Енді оқушылар ағыс бойымен және ағысқа қарсы жүріп өткен уақытты қолданамыз, яғни ағыс бойымен жүрген кезде не істейді? Меншікті жылдамдықпен катердің ағыстың жылдамдығы қосылады. Сендер мұнда ағыстың жылдамдығын x деп алсаңдар болады. Енді осыған қосамыз ағысқа қарсы жүріп өткен уақытты. Яғни 20-ны бөлеміз. Ағысқа қарсы жүрген кезде меншікті жылдамдықтан ағыстың жылдамдығы азайтылады.
Енді екеуін қосқан кезде бізде уақыт 2 сағатқа тең болады екен. Сонда оқушылар бізге мына өрнекті табу керек. Енді орнына қоятын болсақ, 18, мұнда 20 азайтылған x деп алайық. Қосамыз 20 азайтылған x. Мұнда бізде плюс е, минус 2 тең болады 0-ге. Енді ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі 20 қосылған x, 20 азайтылған x болады. 20 қосылған x, 20 азайтылған x болатын болса, мұнда біз 20 азайтылған x-ті береміз. Ал мұнда 20 қосылған x-ті береміз. Ал мұнда біз мына екеуінде береміз. Яғни 400 азайтылған x квадратты берсек болады. Ал енді көбейтетін болсақ, 18, 20 азайтылған x қосылған 20 қосылған x болады. Мұнда минус 2 көбейтілген 400 азайтылған x квадрат болады. Тең болады 0-ге. Оқушылар ортақ бөлімін келтірілді. Ортақ бөлімін алып тастаймыз. Ал енді мұндағы алымдарын барлығын 18, 22-ні 2-ге қысқартып жіберсек болады. Сонда 9, 20 азайтылған x қосылған 10, 20 қосылған x минус 400 азайтылған x квадрат болады. Енді жақшаны ашсақ болады. Сонда 180 азайтылған 9x қосылған 200 қосылған 10x минус 400 плюс x квадрат тең болады 0-ге. X квадрат, мұнда минус 9x, мұнда плюс 10x, плюс x болады. 180, 200, 380 болады. Минус 400, минус 20 болады. Тең болады 0-ге. Енді дискриминант арқылы x-тер табамыз. Сонда b квадрат минус 4ac тең болады. a бізде минус 1-ге тең, b 1-ге тең, c минус 20-ға тең. b-ның квадраты, оқушылар мұнда мінеки минус 400 алында плюс болатын болса, минус 400 болады. Мұнда 2 минусымыз плюс болады. Мұнда да плюс болады. a плюс 1-ге тең болады екен. Сонда минус b квадрат минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 20 болады. Енді осыдан келіп 1-дің квадраты 1-ге тең. Минус 4-ті көбейтеміз 1-ге, минус 20-ға көбейтсек 80 болады. 1-ге қосатын болсақ 81 болады. Сонда x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус түбірасында d2a тең болады. Минус 1 плюс минус түбірасында 81, 2 көбейтілген 1. Минус 1 плюс минус 9 бөлімінде 2. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус 1, минус 9, минус 10 болады. 2-ге бөлсек, минус 5 болады. Ал мұнда минус 1 плюс 9, 8 болады. 2-ге бөлсек, 4 болады. Сонда оқушылар x минус 5-ге тең және 4-ге тең біз оң мәнді алатын боламыз. Сонда жауабы ағыстың жылдамдығы тең болады 4 км сағатқа.
Келесі оқушылар 6-шы тапсырмада футболшы допты жоғары қарай тепті. Жер бетінен жоғары ұшқан доптың биіктігі мына формуласымен сипатталады. Мұндағы h дегеніміз биіктік, өлшем бірлігі метр, ал t дегеніміз уақыт, өлшем бірлігі секунд. Доп неше секундтан кейін жерге құлайды? Ол үшін оқушылар мына өрнекті нөлге тең етіп шығарамыз. Сонда минус 2t квадрат қосылған 6t тең болады 0-ге. Мұнда да 2t бар, сонда минус 2t-ны шығара салайық, сонда t болады, мұнда минус 3 болады. Тең болады 0-ге. Енді әрбір өрнекті жеке-жеке 0-ге тең деп шығарамыз, сонда 2t тең болады 0-ге. Сонда t-ны табу үшін 0-ді 2-ге бөлеміз, демек t тең болады 0-ге. Ал мұнда келесі t минус 3 тең болады 0 деп алатын болсақ, t тең болады минус 3 плюс 3 болып ауысады, сонда t 3-ге тең болады. Сонда жауабы t тең болады 3 секундқа. Соңғы тапсырма азық-түлік дүкеніндегі тауарлардың баға көрсеткіші құндық категориясына қарай бөлінген. Мінекей мұнда баға көрсеткіші теңгемен берілген, ал мұнда баға көрсеткішінің саны берілген. Асында баға көрсеткіштердің ішінде нешеуі құны 4 теңге мен 6 теңге арасында, ал бұда жиі кездесетін баға көрсеткішінің құны қай аралыққа тиісті? Сонда оқушылар 4 теңге мен 6 теңге арасы, мінекей мұнда 4 теңге мен 5 теңге және 5 теңге мен 6 теңге, яғни 15-ге қосамыз 12-ні. Сонда тең болады 27-ге. Ал енді Б тапсырмасында жиі кездесетін баға көрсеткішінің құны қай аралыққа тиісті? Мінекей мұнда жиі кездесетін баға көрсеткішінің құны ол 200 теңге мен 300 теңге арасында. Оқушылар өздерін көріп отырғандай 7 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.